Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеоны мен өзімнен бастағым келіп тұр. Салонға барып шашыма кератин жасатып алдым. Негізі 5-6 айда барып тұратын, бұл жолы 8-9 айда барып тұр. Мынау до, одан кейін после кератин жасағаннан кейін шашым түзуленіп жақсы болып қалады. Үйде шампунь таусылғаннан кейін торговый центрден шампунь ала салдым. Негізі базардан алған арзан. Сәлем достар! Біз бүгін поделка жасаймыз. Поделка жасаймыз. Ал қыздар, давай кірсіңдер. Кім не жасағысы келеді? Мен қағаз. Қыздарым папаға қандай подарка жасаймыз деп қоймай қойды. Сол үшін бумаганы алып, пластилинді алып, өздеріне қалайсыңдар соны істеңдер деп отырғыздым. Ол уақытта уже Айзера мен Аймерекенің бидің уақыты болып қалған. Сонымен жарты жылдан олар биге кетіп қалды. Екі ортада біз Жазира екеуміз қалды, қабаттасып. Мынау үйде не бар? Сары май, сметана, кішкене кефирлер қалған екен. Соның барлығын қосып бір пирог жасай салдым. Авторский деп қояйын. Авторский рецептпен не бар соны қосып. Негізі біз үйде көбіне осы қағаздан, пластилиннен, бояулардан неше түрлі нәрсе жасап тұрамыз. Қолымыздан бір мезгіл соткадан қыздар бас алсын, сотка көп ұстамасын деп. Осымен сыйлығымыз да дайын болды, пирогымыз да пісті. Сонымен бір күнім менің осылай бала шағаның қасында осылайдан өтті.